Армысыздар, көз қарақты көрермен. Бүгін біз Қарағанды Еңбек Республикалық мемлекеттік кәсіпорны филиал басшысының орынбасары Дулат Советұлы менен сұхбаттаспақпыз. Сұхбат беруге келіскеніңізге үлкен рахмет. Бірден сұраққа көшейін. Алғашқы сұрағым: Қарағанды Еңбек Республикалық мемлекеттік кәсіпорны қашан құрылды және кімнің бастауымен? Айта кетсек, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесіндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорын Еңбек Қарағанды филиалы 1999 жылы 10 қазанда құрылған. Оны алғаш ұйымдастырып құрған бірінші басшысы Сыздық Көбеев болатын. Соғысының бастауымен осы жұмыс 99 жылы басталып, біз іске кірістік. Ал енді сіздер басқарып отқан ұжымда қанша қызметкерлеріңіз бар, қанша бөлімдеріңіз бар? Бізде осы Қарағанды облысында 9 бөліміміз бар. Өзіміздің кеңседе 5 бөлім бар. Ол бухгалтерия, кеңсе, маркетолог, техникалық бөлім, экономикалық бөлім. Ал енді кәсіпорында кетсек 9 аймақ бар. 9 аймақтың 5-еуі үлкен кәсіпорындық аймақ, 2-еуі ауыл шаруашылық аймақ, ал 2-еуі тек қана қызмет атқару, то есть жаңағы ішкі істер мекемелердің тіршілігі нанмен, жылу, свет, со жағымен ғана айналысады. Ал 5-еуінде өндірістік аймақ бар. 2-еуінде ауыл шаруашылығымен айналысады, мал ұстаймыз. 5 аймақтарда бізде темір өңдеу, мебель жасау, киім тігу, аяқ киім тігу, тер өңдеу, содан кейін жеке кәсіпкерлермен бірге қосылып жасайтын саңырауқұлақ өнімдері, тағы да көптеген өнімдер бар. Ал мал шаруашылығында бізде жаңағы бір аймақта сиырлар өсірілсе, екінші аймақта жылқылар өсіріледі. Осылардың бәрі осы мекеменің тіршілігін қамтамасыз ету үшін істеліп жатқан шаралар. Жақсы екен. Жұмыскерлер санын айта кетсек, бізде өзімізде қызметкерлеріміз 95 адам, оның 18-і осы кеңседе істейді. Қалғандары әр аймақтың басшылары, сол жердегі есепшілері, мастерлар болады. Және 126 еркін жұмыс істейтін адам жұмысшыларымыз бар. Ал енді жазасын өтеушілердің санына келсек, олар 1112 адам осы кәсіпорында жұмыс істеп жатыр. Көрерменге түсінікті болсын. Жоғарыда айтып өттіңіз, жазасын өтеушілер дедіңіз. Сіздер ол кісілерді тегін жұмысқа жегіп жатқан жоқсыздар ма? Жоқ. Енді феодалдық заманнан кеткенде ол заман қазір жоқ қой. Совет үкіметінің кезінен бастап адам қанау деген біздің саясатымызда жоқ. Елімізде жоқ қой жалпы ондай. Елімізде ондай жоқ. Әр еңбек еткен адам өзінің еңбегінің табысын алады. Бізде ең төменгі айлық ақы 42.500 теңге. Олар өзде кей жерлерде істелген жұмысына байланысты алады, кей жерлерде ал істелген жұмысынан аз ақы шығатын болса, онда ең төменгісі 42.500. Бір жағынан біреулер ойлайды, 42.500 өте аз ғой деп. Ол ерікті бостандықта жүрген адамға қарағанда оның көп жұмсайтын несі жоқ. Енді
ерікті адамдар өзінің тұрғын үйіне төлейді, тамағына төлейді, жүріп тұрып киімі, жататын жері бәріне жеке шығын керек. Алдында 42 мың өзінің бүкіл тамағы, киімі, жататын жері бәрі мемлекет қамтамасыз еткен. Сол себепті бұл өзіне қолына түгелдей тиеді, қайда жұмсайын десе ерікті семьясына көмектесуге, немесе өзіне қылмыс жасау кезінде мемлекетке келтірген, жеке тұлғаларға келтірген зиянның борышын өтеуге, соған себеп үлкен. Сол себепті оларды жұмыс істеп ақша табуға ерікті. Бұрынғыдай мысалы совет үкіметі кезінде еңбекпен тәрбиелеу деген болған, жазалаушылардың бүкілі бәрі жұмыс істеу керек. Қазір тек өз еркімен кім істегісі келеді, істейді, кім істегісі келмейді, оларды зорламаймыз, нетпейміз. Бірақ еңбек ақысын жеп тегін жұмыс істету деген жоқ. Жақсы екен. Мендегі бар ақпаратқа сүйенсем, елімізде теңдесі жоқ өндіріс орны сіздерде бар екен. Яғни осы Қарағанды облысында, жоқ әлде Қарағанды қаласында ма? Сол жөнінде айтсаңыз. Айта кетсек, ол Қарағанды қаласының жаңа спутник қала деді ғой, сондай жерде, біздің Қарағанды қаласына жатады. Шын айтқанда, бұл біздің республикамызда ешқандай теңдесі жоқ, ешқай жерде жоқ өндіріс. Бұл істен шыққан жарамсыз шиналарды қайта өңдеу кәсіпорны болып саналады. Бұл 18 жылдан бері бізден бастап жұмыс істеп келеді. Ол істен шыққан жеңіл көліктердің шиналары, содан кейін жүк машинелерінің шиналары, содан кейін кен өндірісінде қолданылатын өте үлкен, өте ауыр салмақты жүк машинелерінің шиналары, содан кейін резина қалдықтары дейді ғой, резина өнімдердің қалдықтарын соларды қайта өңдеу. Бұлардың процесі ең бірінші жаңағы шина сондай кәсіпорындарға бірінші ұсыныс жасалады. Оларда істен шыққан шиналарыңызды біздерге беріңіздер деген договорға отырып, бұл бізде бірге біздің жүйенің жазасын өтеушілер жұмыс істегенмен, бұл негізі бізге қосымша жекеменшіктің бізбен қосымша жұмыс істеу арқылы құрылған кәсіпорын. Жаңағы сондай келісім шарт жасалады да, олар бізге істен шыққан шиналарын бізге әкеліп өздері жеткізіп береді. Немесе жеткізе алмағандарын біз өзіміз техникамызбен жеткізіп аламыз. Содан кейін ең бірінші олардың дөңгелектерін білесіздер, ортасында темір борттары бар, темірмен қатайтылған. Соларды арнайы станокта бірінші соны көтеріп әкеліп кесіп алады. Темірлерін жеке алып, содан кейін жаңағы үлкен резиналарды өзі керек недегі размерде бөліп, кесіп, пешке дайындайды. Содан жаңағы кесіп алғаннан кейін арнайы станокқа салынып, одан бөлшектеледі. Кішкентай ұсақ бөлшектерге негізі біздің шығаратынымыз жаңа кішкентай резина ұнтақтары. Резиновый крошка дейді ғой, резина ұнтақтары шығарылады. Одан әртүрлі резиналы өнімдер шығарылады. Ал енді жаңағы кесіп алған борттар олар жеке өңделеді. Олардың кесіліп ішіндегі темірлері жеке кесіп алынады. Ішіндегі сыммен араласқан бөліктері жеке кесіп алынады. Содан кейін бұның үш түрлі несі бар. Бұдан шығатын бірінші жаңағы резина ұнтақтары, екінші резина қалдықтары, үшінші металл өнімдері. Бұдан шыққан металл өнімдері арнайы металл алатын металл дейді ғой, соған өткізіледі, немесе іске жарайтын сымдары құрылысқа сондайға қолданылады. Ал жаңағы қалған резина қалдықтары, содан кейін темірдің өңделмей қалған, өңдеуге келмейтін қалдықтарынан арнайы жеке отын шығарылады. Екі түрлі пиролиз деп аталады. Ол сұйық жанармай күйінде, немесе қою қатты күйінде. Жаңағы ең бірінші бөлігі основной өнім, бірінші өнім резина ұнтақтарын алғаннан кейін, оның мысалы жаңағы әр дөңгелектерден, мысалы жеңіл машинаның дөңгелектерінен 30% қана ұнтақ шығады, 70% қалдық. Ал енді үлкен жүк машиналардың дөңгелектерінен 40% ұнтақ шығады да, 60% қалдық қалады.
сол ұнтақтар жеке уже жаңағындай резина өнімдерін шығарылса, ал мына қалдықтан жаңағы темірін бөліп алғаннан кейін ол арнайы пеште арнайы температурада қыздырылып оттексіз, былай лапылдап жанбай оттексіз қыздыру бөлімінен сұйық күйінде бірінші май алынады. Ол жанармай, жағармай ретінде қолданылады өндірісте. Одан кейін қалғаны күл дейді ғой, сажалырса. Күл ол пресстеліп қатты күйінде тоже отын. Көмірдің орнына пайдаланылады өндірісте. Бізде мысалы жаңағы өндірісте қыздыру кезінде біз жаңағы өзімізден шыққан майды сол жаңағы пешті қыздырудың өзіне қолданамыз. Былайша айтқанда ешқандай қалдықсыз 100% өнім беретін кәсіпорын болып саналады. Соның бұны жаңағы кесу, бөлу, әртүрлі неге бөлу кезінде ешқандай химиялық реакция жоқ, ауа былғау не деген жоқ. Ал енді жаңағы жағу, еріту нелері жабық пештерден етеді. Ауаға тек қана таза ғана түтін шығады. Кәдімгі пештерден шығатында зиянды ондай несі жоқ. Сөзіңізге сенсем, болмаса байқасам, мүмкіншіліктеріңіз өте көп екен. Өте керемет. Бірақ сонда да бір әттеген-ай деген мәселелер бар ма? Ол мәселелердің ең бастысы біздің кәсіпорын қаладан кішкене алшақ орналасқан. Іскер мамандар табу өте қиын. Енді өзіңіз білесіз, жазасын өтеушілер өз еркімен барған жоқ. Ол жерге іскер мамандар ол жерге бармайды. Біз соларды оқытып үйретіп нету бұл бірінші қиын мәселе. Екінші қиын мәселе кәсіпорнымыздағы көптеген құрылғылар, Совет одағынан келе жатқан ескі құрылғылар. Оны жаңаға ауыстыруға пока мүмкіншілігіміз болмай жатыр. Үшіншіден
жазасын өтеушілерді енді олар қылмыс жасаған адамдар дұрыс жолдан тайып әртүрлі себептермен шығар. Ішінде олардың еріктілері де бар, еріксіз бар, амалсыздан жұмыс істейтін, жаңағы борышын өтеу үшін оларды жұмыс, сапалы жұмыс олардан дәмету өте қиын. Біраз уақыт керек. Оларды біз өзіміздің әр кәсіпорнымызда арнайы мектептер бар. Орысша айтқанда профтех школа, сондай мектептерде жаңағы мамандық береміз, оқытамыз, үйретеміз. Содан кейін барып жұмысқа кетеміз. Но шығарған бұйымдарымыз біздікі жаңағындай жерде істеген, жазаушылардың істеген ол қандай бұйым деген сұрақ туы мүмкін. Но біздің бүкіл шыққан бұйымымыз мемлекеттік сертификаттау сапалау саласының бәрінен тексерістен өтіп, мемлекеттің бүкіл стандартына сәйкес шығады. Бүкіл бұйымымыз, оның бәріне сертификатымыз бәріне бар. Енді деген айдайтынымыз осы жаңағы нелерімізді оборудование ғой, жаңағы станоктарымыз, соларымызды кішкене жаңартып алсақ, бізден уже кезіндегі совет үкіметіндегі завод, фабрикалардың істеген жұмысының бәріміз атқарамыз. Өте керемет, жақсы екен. Біз қазір Қарағанды еңбек филиалының 8-ші өнеркәсіп аймағында отырмыз. Бұл жерде бүгінгі таңда 285 жазасын өтеушілер еңбек етіп жатыр. Осы мынау көрініп тұрған цех, бұл аяқ киім бұйымдарын шығаратын цех. Бұл жерде жеке құрам және сотталғандарға арналған аяқ киімнің түрлері шығарылады. Міне қысқы аяқ киімдер, жазғы аяқ киімдер, әскери бөлімнің қызметкерлерінің жұмыс аяқ киімдері және үй жағдайында киетін аяқ киімдер бар екен. Бұл өнеркәсіпте біз тек қана Қарағанды облысы емес, осы республиканың басқа өңірлеріне жіберіп жатырмыз.
болашақтағы жоспарларыңыз менен бөліссеңіз. Жоспар дегенде бізде негізі ең бірінші дедіңіз, біз жаңағы біздің негізгі мақсатымыз осы жаңа мекеменің тіршілігін қамтамасыз ету ең бірінші. Екіншісі жаңағы ішіндегі жазасын өтеушілердің жағдайын жеңілдетіп, жаңағы жұмыспен қамтамасыз етіп, оларды бастан аяқ киіндіріп, тамағын бәрін етуге, соны әр таманға кеңейтіп, бізде кәсіпорындарды көбірек ашып, бізде мысалы бұрында істеген, кейіннен Совет үкіметінен тоқтап қалған шаруашылықтар бар, сол шаруашылықтарды жаңадан жаңғыртып, содан кейін қазіргі мемлекетіміздің саясатына байланысты жекеменшік кәсіпкерлермен жұмыс істеу, соларды жұмысқа тарту, бізде олар лайықты өмірдегі оларға жасалатын жеңілдік, олар мысалы өздері бостандықта жүріп, бір кәсіпорын ашқысы келсе, бір жерге алып аренда төлеу керек, жаңағы жұмыскеріне көп ақша төлеу керек. Бізде жұмыскердің жаңағы қатты мамандандырылмаған жұмыскер болғандықтан мемлекетпен салыстырғанда айлық кішкене төмен, но бәрі бізде уже тәртіпке бағынған, былайша айтқанда үстерінен қарап отыратын адамдары бар. Жаңағы негіміз мекелеріміздегі былайша айтқанда зданиялар дейді ғой, солардың бәрі тегін беріледі. Сол көп кәсіпкерлерді өзімізге шақырып, бірлесіп жұмыс істеу. Мемлекеттік тапсырмаларды біз өте көп аламыз. Ол осы біздің ішкі істер министрлігіне бастан аяқ киімдері, аяқ киім формалары, соның бәрін тігу. Содан кейін армияға қажетті құралдар, темірден жасалатын металдар, жаңағы төсек орындары бәрі біздің заводтарда жасау мүмкіндігіміз бар, жасап жатырмыз. Соларды кеңейтіп, енді тағы да бұрындары ағаштан жасалатын мебельдерді біздерге беретін заказ бойынша қазір олар берілмейді, соларды бізге берсе, біздің жаңағы бос тұрған цехтарымызда жұмыс істереді. Содан кейін тері өңдеу, бізде аяқ киімнің бүкіл түрін тіге аламыз. Коммерциялық аяқ киімнен жұмыскерлердің аяқ киімдерін бәрін тіге аламыз. Соларды өңдейтін тері жасау станоктары бізде де тұр. Оларды тоже іске қосып, болашақта теріні бастан аяқ сиыр сойылып, терісі сылып алынғаннан бастап, содан дайын өнім жасап шығаруға дейінгі циклдік станоктарымыз бар. Соларды іске қосып, оларды қазір жұмыс істеп жатыр жай-жайдан, соны толық іске қосып, көйтіп, жаңағы шығаратын бұйымдарымыздың түр-түрін көбейткіміз келеді. Оған қазір дайындық жұмыстар жүріп жатыр. Сапасын жоғарылатқымыз келеді. Содан жазасын өтеушілердің жағдайын жеңілдетіп, жұмысқа ыңғай жасап, басты мақсат және жеке кәсіпкерлермен бір жұмыс істеп, соларға да көмек жасау.
өздеріңіз көріп отырғандай, мына біздің Қарағандыдағы еңбек филиалындағы тігін цехы. Бұл біздің Қазақстан бойынша осы біздің колониялардың ішіндегі екінші орында тұрған өте үлкен шеберхана. Бұл жерде бізде 196 адам жұмыс істейді. Соның ішінде осы цехта 89 адам жұмыс істеп жатыр. Біздің шығаратын өнімдеріміз 30-40-тан асады. Негізі сұраныс болса, одан да көп түрін жасай береміз. Негізі шығаратын бұйымдарымыз айтады ғой, спецформа деп арнайы киімдер, жұмыскерлердің, қызметкерлердің, осы колонияның офицерлердің, одан кейін армияға тігеміз киімдер, ішкі істер министрлігіне тігеміз. Одан кейін үлкен националдық компаниялар, Қазмұнайгаз, Теңгеш, Шевройл сияқты, сондай Гелиос, солардың заказдарына біз киім тіге аламыз. Киімді бастан аяқ, ең аяғы жаңағы еден жуатын, еден жуғыштан үлкен генералдың киіміне дейін қандай киімдер керек, үлгіде солардың бәрін де тіге аламыз. Олардың шеврондары, бастарында қалпақтары, кокардалар, эмблемалар, әр заттың жазулары, солардың бәрі арнайы тігін мәшинесінде тігіліп, шеврон деп аталады, солары бәрі тігіліп, бастан аяқ бүкіл процесс толық жүреді бұнда. Дулат Сабезұлы, сізге үлкен рахмет, алтын уақытыңызды қиып сұхбат бергеніңізге. Отбасыңызға амандық, жұмысыңызға табыс тілеймін. Сіздерге де үлкен рахмет, жұмыстарыңыз табысты болсын. Біздің осы кәсіпорынды ел жұртқа жариялап көрсетіп жатқандарыңызға сіздерге де рахмет, өз жұмыстарыңызға да табыс тілеймін. Аман болыңыздар, семьяларыңызда тыныштық, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын.